Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге ауызда еритін, нәзік, дәмді чизкейк без выпечки рецебін ұсынамын. Видеоны қарамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Бізге керегі сары май, печенье, желатин. Желатинді сумен араластырып қоямыз. Сүзбе, қант, қаймақ. Ал бастайық. Бірінші печеньені үгітеміз. Оқтаумен, блендермен үгітсеңіздер болады. Міне мен печеньені үгітіп алдым. Және сары майды ертіп алдым. Енді бір-бірін біріктіріп араластырамыз. Жақсы араласуы керек. Біздің қамырымыз осылай өз формасын ұстауы керек. Енді қамырымызды формаға тегістейміз. Мен 22 диаметрлік форма алдым. Қамырымызды морозильникке 15-20 минутқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Сүзбені блендерден өткіземіз. Қаймақпен қантымызды саламыз. Жақсылап блендерлейміз. Ал енді миксерлейміз. Желатинімізді водяной баняда ертеміз. Желатинімізді салмаға миксерлеп отырып саламыз. Міне, қамырымызды алдық. Енді салманы құямыз. Біздің чизкейкімізді холодильникке 1-1,5 сағатқа қоямыз. Міне, осындай чизкейк шықты. Ол өте дәмді, ауызда еритін болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер дегім келеді. Барлығына сәттілік.